Айтатын мәндері. Яғни ол мәндердің көбейтіндісі мына шартқан қанатындысын екеуінің көбейтіндісі теріс нөлде кіші. Екеуінің шет күшінде мына әріпті бетті, оң жақтағы бетті екеуінің көбейтіндісі теріс. Онда дейтін онда бірінші теңдеудің анау бірінші теңдеудің бәрі мынау ғой. Бірінші теңдеудің ең болмағанда мына теңдеудің ең болмағанда бір, ең болмағанда бір, ең болмағанда бір, ең болмағанда бір, екі жұлдызша түбірі бар. Түбірі бар. Ең болмағанда бір, екі жұлдызша түбірі бар. Енді осыған ұқсас екінші теореманың шартын келтірейік. Екінші теорема былай деп жаза қойыңдар. Мен сосын жалғас деп жаза қойыңдар. Егер әрбір бетті кесіндісінде берілген функцияның туындысы бар болса, және ол туындының таңбасы берілген аралықтың немесе берілген кесіндінің барлық нүктелерінде тұрақты таңба қабылдаса, туындысы тұрақты таңба қабылдаса, онда бірінші теңдеудің жалғыз шешімі бар. Енді екінші мынандай бір тұжырым жасайық. Екінші теорема десеңіз болады. Егер екі жұлдызша әрбір бетті сегментінде бірінші теңдеудің дәл шешімі болса, точное решение, дәл шешімі болса, ал екі жұлдызша жоғарыдан сызықша сол теңдеудің
шешімі болса, приближенный решение дейді. Жу шешімі болса. Онда әрбір вектор аралығында туынды F'(x) үлкен немесіндегі ең бір, ол үлкен нөлден теңсіздігін қанағаттандырады. Қанағаттандырса. Онда мынау қандай шешім? X жұлдызша. Жоқ шешімі, а мынау дәл шешімі. Онда іздемесін ғой. Жоқ шешіммен дәл шешімнің айырымының әбсолют шамасы екінші теңсіздікті қанағаттандырады. Екінші шешім қанағаттандырады. Басқаша айтқанда, екінші шарт асылтұруқ шешіммен дәл шешімнің бағалауын көрсетеді. Жоқ шешіммен дәл шешімнің бағалауын көрсетеді. Сонымен есептің қойылымын қарастырдық. Енді сол есептің шешімін қалай табуға болады? Ондай әдістердің ішіндегі ең қарапайымы қордалар әдісі деп аталады. Содан кейін жанама әдіс деген бар. Немесе Ньютон әдісі деген. Біз бәрін қарастырамаймыз бүгін, қордалар әдісін қарастырайық. Екінші қордалар әдісі деп жазылған. Қордалар әдісі. Бірінші трансценденттік теңдеуді қарастырайық. Бірінші трансценденттік теңдеуді қарастырайық. Ол үшін алғашқы шешім ретінде X-ді қарастырайық. Алғашқы шешім ретінде X-ді қарастырайық. X1 тең A плюс H1. A дегеніміз сегменттің бастапқы ұшы. Әртінің орнында тұр. Сегменттің бастапқы ұшы. H1 дегеніміз өсімше. Ал өсімше төртінші формуламен анықталып тұр. Өсімше соғылды. Өсімше төртінші формуламен анықталып тұр. Төртінші формуладағы F-ата дегеніміз не? Қараңдасыңыз суретке. Төртінші формуладағы F-ата нені білдіреді? Қай жерде тұр F-ата деген?
Былайша айтқанда былай. Мынау адам бұға дейін мына қисық тұр ғой. Осы қисық мына ефрактекс функциясының кескіні. Геометриялық мәні. Енді қараңдар. Мына А нүктесінің координаттары қандай? Жоқ, бір емес. А Y-іне тең, F-ға тең. А F-ға. Бұның координатын қараңдар. Мынаға дейін қараға Б X бойынша. Y бойынша F-ға Б бірдей. Міне екі нүкте. Екі нүктені қосып тұр. Міне, көрдіңдер ме? Екі нүктені қосып тұр. Енді төртінші формуланы таптық. Жаздық. Енді осы төртінші формуланы түрлендірейік. Ол үшін қараңдар. Екі нүктеден өтетін түзудің теңдеуі қалай еді? Естеріңде ме? Екі нүктеден өтетін түзудің теңдеуі. Ұмыт қалыңдар ма? Жоқ, оқыған жасындар ма? Екі нүктеден өтетін түзудің теңдеуі. Естеріңде болса мынадай болатын. X минус X1, X2 минус X1, тең Y минус Y1, Y2 минус Y1. Anladın mı? Mınav екі нүктеден өтетін түзудің теңдеуі. Енді А мен Б'дан өтетін түзудің теңдеуі сонда қандай болады? X-тің өзі қалмай ма? X қалады. X1'іміз не кетеміз еді қалды? Жаздық аны. Ал X2'міз не кетем? Мынаған дейін қарап. Бұға тең болды. Мынаға дейін қарап. Мына жерге қарап X1 кетем. Ал мынаған дейін қарап. Бұға тең сонда. X2 минус X1 мен бұға болды. Бұдан алдыға тең. Y қалды. Енді Y1'лерін не кетем? Y1 не кетем? Бұнар арқаны. F-ға тең ғой. F-ға тұры. Енді Y1 не кетем? Ертіңді? Мында мұна Y1 F-ға минус F-ға. Сонда А және Б нүктесі арқылы өтетін түзудің теңдеуін жаздық. Ол түзуіміз мынау. Оны не деп атайды? Доғаға жүрілген орта кетті. Естеріңде ме? Сонымен түзудің теңдеуін жаздық. Енді осы формуланы түрлендірейік дейді. Оны түрлендіру үшін былай жасайды. Mesela X tuğu, X tuğuna X birden ayıp deydi. Y nörgü tüngü есептейді deydi. Sonda ne şart қаландар сөздерін? Мына теңдеуде X орнына X бірden ayıp, ал Y нörgü теңдеу. Не шарт қаландар? Қойыңдар сөздер бар не жерге. Оны жазыңдар да X орнына X бір жазыңдар. Аның орнына. X1 минус A'ның өзі қалып тұр ма әзірше? Әзірше қалып тұр. Енді мен жерде B минус A. B минус A'ны әзірше жазайық былай деп B минус A. Тең дейгі армай. Y-дің орнына нөл қоямыз дедік. Сонда мен жерде қалады не қалды? Минус F-ға қалады ғой? Жазайық. Минус F-ға бөлігі не болады? F-ға B минус F-ға. Осылай болған жоқ па? Осылай болды. Енді осы теңдеуден X1 табыңыз. Мына теңдеуден X1 неге тең? Соны табыңыз. Мына теңдеуден X1 неге тең?
деңгейде x бөлек екен. Тауып көріңдерші. V минус A-ға... Жоқ, оны жазыңдар енді. Жазып көрсетіңдер, қиын емес қой. Мұны бастамасы осындай есептерді анау семестр біткенше екінші семестр шығарсыңдар. Мынау ең қарапайым әдіс, құрылғылар әдісі. X1 табыңдар. Жоқ, оны қалма. Бір жерден тапсам болды. Оны қалмай қой. Тездетіп таба алыңдар енді. Қазір осыны пайдаланып, оны біткеннен кейін осыған бір қарапайым есеп шығарамыз. Сонымен бітіреміз. Мынадан енді маған x1 тауып беріңдерші. Мына теңдеуден x1 тауып беріңдер. Қалай табамыз? Taktım bakıyoruz. Ne oldu? Ha, taş mı? Dürüst. Yani ne жасадым? Екі жағында өмірі сапар көбейттім. Мына мүйісті шығардым. Сосын оны мына шығардым, дұрыс. X1-ді таптық. Мынау енді жуықтардың алғашқы мәні. Мінекей бесінші форма табылды. Енді әрі былай жасаңдар. Екі түрлі шешімдерге байланысты екі түрлі жағдай болатындар. Шешімдерге байланысты екі түрлі жағдай болады. Бірінші былай, ана анық түсіндегі функцияның мәні 10. Көрдіңдер, анық түсіндегі функцияның мәні 10. Анық түсіндегі функцияның мәні 10. Және екінші ретті туынды берілген аралықта 10 таңбалы болады. Және екінші ретті туынды берілген аралықта 10 таңбалы болады. Бұл жағдайда шешімді A шартына сәйкес анықтаймыз. Жазалғанда бұл жағдайда шешімді 6-шы А формуласына сәйкес анықтаймыз. 6-шы А формуласына сәйкес анықтаймыз. Екінші жағдайда сегменттің оң жақ сол жағындағы функцияның мәні теріс, екінші туынды оң, немесе екінші туынды теріс болуы. Бұл жағдайда оның шешімін мына бұл шартына сәйкес анықтаймыз.
x0'ды a-ға теңдейміз. X0'ды a-ға теңдейміз. Сосын жуықтау мәндерін мына теңдікке сәйкес жазамыз. Жуықтау мәндерін мына мәнге сәйкес табамыз. Осыны жазғандар, сосын демалыңдар, содан кейін қарапайым мысал келтірейік, соны есептеп көріңдер. Осымен жетер.